Сұлы ертеден бері қолданылып келе жатырған дақылдар қатарына жатады. Сұлыны тек тамақ ретінде пайдаланбай, емдік мақсатта да қолдануға болады. Сұлының құрамында көптеген микроэлементтер бар. Оларға калий, мыс, хром, цинк, кремний, селен, бор, вольфрам, йод, стронций, марганец жатады. Сұлыда салмақты қалыпта ұстап тұратын, қандағы холестеринді қалыпты деңгейде ұстап тұратын, тамырларды атеросклероздық түйіндерден тазалайтын көптеген пайдалы заттар бар. Оларға крахмал, ақуыздар, майлар, көмірсулар, амин қышқылдар, минералды тұздар, қант, эфир майы және де А, Е витаминдері жатады. Сұлының пайдасы жөнінде интернет беттерінде көптеген мәліметтер бар. Біз де ем ретінде қолдануға болатын бір-екі кеңесті айтатын боламыз. Сұлының құрамында ас қорытуға, зат алмасуға қатысатын клетчатка және пантогенді қышқыл көп. Бірінші кеңес: бауыр қабынуында, бауыр циррозында сұлы мен сүттен жасалған коктейль жасап ішсе, айтарлықтай ем болады. Оны дайындау үшін 1 литр сүтті шамалы ысытып, үстіне 1 стакан сұлының таза түрін салып, сүтті отқа қоямыз. Шамалы қайнай бастағанда отты азайтып 15-20 минут ұстаймыз. Содан кейін 2 сағаттай орап қоямыз. Содан кейін сүзгімен сүзіп аламыз. Дайын болған сүтті 1 стаканмен 2-3 рет ішу керек. Емделу мерзімі 20 күн. Екінші кеңес: сұлыдан жасалатын ғажайып сусын жөнінде болмақ. Дайындалуы да қарапайым, ғылыми түрде дәлелденген. Ол үшін 3 литрлік шыны банкаға 500 граммдай тазартылған сұлы түрін саламыз да, үстіне 2 литрдей қайнаған су құямыз. Аузын ауа кірмейтіндей етіп жауып тастаймыз. Содан кейін банканы орап, жылы жерге қоямыз. 2 күн өткеннен кейін сүзгімен сүзіп аламыз. Дайын болған сұлыны тоңазытқышта сақтап қою керек. Оны тамаққа дейін 1 сағат бұрын 1 шай кесемен 2 мезгіл ішуге болады. Тамақ ішердің дәл алдында ішуге кеңес берілмейді. Тойыну сезімі пайда болып, тамақ ішпей қалуыңыз мүмкін. Бұл емді әсіресе панкреатиті бар адамдар, үнемі іші ауыратын, іші өтетін адамдар ішсе, 2-3 күннен кейін таңғажайып әсерін байқайды. Сонымен қатар бұл сусын организмдегі артық сұйықтықты шығарады, ісінулерді басады. Сұйықтықты зәрмен шығару арқылы бүйректі де тазалайды, шлактарды шығарады. Және де бұл сусын бауырға пайдалы. Бауырды тазалайды, өтті жүргізеді, өт іркілісінің алдын алады. Бірақ өтінде тасы бар адамдар дәрігермен кеңесіп барып ішу керек. Назарларыңызға рахмет.